Алайсыңдар, достар, біз Швейцарияға келдік. Қалайсың Швейцария? Қаяқтың Швейцариясы? Шымкентке келдік. Шымкент деген Швейцария ғой енді, міне. Көбісі ойлап қалды. Вот қайтадан шетелге кетейін деп жатсыңдар ма? Не болайын деп жатыр деп дайрект деген ойбай айқайлап жатыр. Но не үшін келгенімізді қазір сіздерге айтып берейін. В общем, достар, енді білесіздер, Айгүл екеуміз арамызда кішкене кикілжіңдер болып қалды. Енді түсінбей жатыр, қандай отношение, не болып жатқан. Поэтому, в общем, маған бір идея келді да, и сол идеяны кеше айттым да. И бұл тәтем тез чемоданын жинап шықты да, ойлап қалды шетелге кетіп бара жатырмыз ау деп. Но бірақ кішкене өтіп қалған сияқтымын ба деп. Тұршы, енді қызық нәрсе болып жатыр, қараңыздар. В общем, бізге осы Шымкенттің маңайынан примерно бір ауыл керек. Бір жақын арада барып келетін ауыл. Ол ауылда не істейміз біз? Ол ауылда біз тұрамыз, короче. Бірақ ол жерде обязательно сиыры, қойы, огороды, бақшасы, и кәдімгі отыны, я и қой соям ба, бұл кісі сиыр сауа ма, в общем, ауыр болған деп тұр. Сен қой соя аласың ба точно? В общем, кімде сондай үйлер болатын болса, бір 15-20 күнге ма бізге беріңіздер, ақшасын төлеймін өзім. Бірақ сол үйге кеп кәдімгідей, сол үйдің адам қысап, может, продуктыларыңызда кеп тұрамыз ба, сондай бір осы Шымкенттің жанында бір жарты сағат 40 минуттық жердегі сондай бір үй керек болып тұр срочно. Сол жерде Айгүлді сынаймыз, бұл мені сынайын дейді. Сонымен, в общем, қайтқан кезде, в общем, бәрі белгілі болды. Сөйлей алмай айтқанымша күн ысып жатыр, кішкене шашлык болатын, короче. Не істеп тұрсың? В общем, достар, күтем, давайте. Күтем. Сізге комфортный болса болды бұл өмірде. Ойбай, сықтап кеттім енді, кондер керек болады. Жібеңіз енді. Енді көбісі сұрап жатыр, шынымен түсінбей жатқандар өте көп, не болып жатыр араларыңызда деп. Енді екеуміз бүгін отырып сөйлестік шынымен де. И енді кішкене қай жерде біріміздің арамызда қателік кетті деген сияқты, қай жер ұнамады, мінезіміз болсын, қай жағынан болсын, сол туралы сөйлескен болатынбыз. Енді біз дальше қалай айтсам болады, бұл кісі сөйтсем мен сынап жүр екен, оказывается. Сосын мен ойладым, неге постоянно ер азаматтар әйелді ғана сынау керек деген сияқты. Бізде ертең тұрмысқа шығайын деп жатқан адамын полностью білуіміз керек қой, бізде оны сынауымыз керек деген сияқты. Сонда екеумізге де ой келді, ол кісі ұсынды бір енді қалай айтсам болады, ол жақта да енді екеуміз де қатты сыналайын деп тұрмыз. Ол кісі де мен де енді көреміз енді не болса да алда уақытта сіздерге де бәрін көрсетіп отыратын боламыз. Қызық болатын сияқты. Ал достар, біз көзімізді ашып қалсам, мына жақта Шымкенттен бір шықтым. Мына кісіге бір өкініп қалғаным бар кішкене, мен неге чемоданымды тез жинап шыққаныма кішкене өкініп қалдым. Мына кісі мені Шымкентке алып келді. Неге еттіңіз? Шымкентке келіп қалай өкінесің? Нихуя. Швейцария деп қояды еще. Швейцария. Қазір Швейцария. Мына күн. Енді не істейміз біз? В общем, бізге бір срочно бір үй керек болып тұр, желательно бір ауылда, сондай жерде, сол жерде бір Айгүл екеуміз тұрамыз ғой, короче. Сол жерде бір Айгүлге сиыр саудырамыз. В общем, қызық болған деп тұр, тамақ істеп беремін дейді бұл тәтем. В общем, сондай бір Негізі ғана айтып жатқан қалай кетті? кішкене өмірдің контрастын ауыстырып көрейін деп жатыр, бірімізге кішкене бір сынайын деп жатыр ғой. Өмірдің контрастын ауыстырып көрейін деп жатыр, бірімізге кішкене бір сынайын деп жатыр ғой. Енді ауылский вайбты көрейін деп жатыр. Енді бұл кісіні сынағым келіп тұр барынша, себебі енді мен ойлап отырмын, қой союдың өзі біраз әңгіме болып тұр ғой енді. Мен ойлаймын, бұл кісіні бір ақсаусақ қалған жігіттер болады, сондай көзіме көрініп қалған ғой. Ақсаусақ деме қойшы, пожалуйста. Қара саусақ. Короче, енді көреміз енді ауылда қалай жұмыс. Давай, короче, кім, если все, мен кетем деп айтатын болса, короче, сол 2 миллион теңге берсін. Бар ма 2 миллион? Жарайды, мә, саған скидка 1 миллион. Все, келістік. Кім кетем деп айтады? Кетем десе, сол адамға миллион. Бірақ бір-бірімізді любой заданиямыз орындаймыз. Сен айтты. Заданияны бізге